about the switch of the opponent. Did you lose anything from the change of the opponent, being that it was Temirov, and that fight between Almabayev and Temirov would have been watched by the entire former Soviet Union? Жоқ, ештеңе жоғалтым деп ойламаймын. Ең бастысы бой болады. Ең бастысы қуантатын зат сол. Өйткені бой болмай қалған кезде сол кішкене өкінішті болар еді. Ал соперник бар, кіммен болса да бойдың болатыны өте қуандырады. Өйткені қаншама дайындық, уақыт кеткен. Сондықтан әрбір соперникке жақсы көзқараспен қараймыз. Ты меня понял, наверное, Миша, да? Ты же казах, частично. Didn't lose much, to be honest. The most important thing is that there is an opponent. I'm ready for any opponent. I trained really hard, and I'm just excited that there is an opponent that I can fight. Я думаю, что людям будет очень интересно, приедет ли на бой Шавкат Рахмонов. В свое время ты у него был в углу, и я думаю, многие бы порадовались, если бы он был бы у тебя в углу в этом бою. I think a lot of people are interested to know if Shavkat Rakhmonov might be coming to be in your corner. At one point, you were cornering him, and it would be really great to see him corner you. Nomad болады. Nomad is going to be here. И хочется поговорить про твой последний бой, в котором ты потерпел поражение. Расскажи про какую-то работу над ошибками, что было сделано, и вот какой главный ты вынес урок из этого поражения. We'd like to talk about the last fight. Obviously, there was a loss for you, but potentially maybe you took out some lessons out of it, maybe you learned something from it. If there was some lessons, if you did learn something, could you please tell us what it was? Керекті сабақтар алдым деп ойлаймын. Әрбір жеңіліс көбірек сабақ береді. Жеңіліске қарағанда, өйткені ол жерде біраз өзіңнің ошибкаларыңды көресің. Енді алдағы бойда жақсы нәтиже көрсетіп, өзімнің деңгейімді осы UFC-дің топ боецтерінің бірі екенімді дәлелдеуге тырысамын. Obviously, we draw some conclusions out of it. We learn from our mistakes. Every defeat teaches you something, so we made sure to take a look at what was done wrong and correct our mistakes. And hopefully this fight, the next fight, I'll be able to show what I learned and what I improved on. Удачи в субботу. Асу, ассаламу алейкум. Сәттілік. Қарсыласың қысқа мерзімде шыққанын білеміз. Зерттеп үлгердің бе? Бірінші сұрақ, және де екінші сұрақ осы Манель Капеден кейін, жекпе-жектен кейін енді көп өкінішті әрине, бірақ қазақ жұрты бір аздап хейт болды, Сол хейтерлерге осы сенбі күні жақсылап та жауап беруге дайынсың ба? Рахмет. Енді ешқандай хейтерлерге жауап беру үшін төбелесіп жүрген жоқпын. Жалпы өмірлік мақсатым өзім үшін, өзімнің отбасым үшін, елдің абыройын, көк туымызды көтереміз деген бір соған себепкер болсам деген қазақтың баласымын ғой. Ал ұтсаң да, ұтылсаң да, енді ел қандай болмасын, бізді қолдайтын тек өзіміздің ел, қазақ елі, жақсы болсын, жаман болсын, соларға обсуждать етеді. Енді басқа осындай деңгейде жүргеннен кейін сондай үлкен талқыға түсіп отырасың, ол неизбежный зат қой, сондықтан бәріне дайынбыз. No transition? Okay. No, I was waiting for the transition. Your opponent said he sees this as a striker versus grappler matchup, and he sees holes in your striking. What's your response to that? Твой соперник сказал, что, скорее всего, видит это как противостояние ударника против борца, и он видит дыры в твоей игре, в твоей ударке. Какие у тебя ответы на это? Ну, ответы будет в клетке. Посмотрим, клетка закроется, там, иншаллах, сделаем все возможные вещи, которые я умею. На этот раз постараюсь сфокусироваться, иншаллах, чтобы была победа со мной. I think the answer will be given inside the cage. Once the cage closes, we'll make sure to do whatever we can to show what we're able to do. With God's help, we'll show what we worked on, we'll show what we're worth, and I think everyone will know what we can do on Saturday with God's help. And have you gotten a chance to, were you aware of him, first of all, when the UFC came to you with the name? Have you watched his fights? And if you've gotten a chance to study him, what do you think of him and what do you think of his grappling?
Ты что-то о нем знал до того, как тебе предложили этого соперника? Видел ли его карьеру, что-то как-то наблюдал, и что ты понял уже с тех пор, когда согласился на бой, что ты о нем теперь знаешь? Нет, боец хороший, страйкер. Ну, молодой, голодный, что можно сказать. Все хотят UFC выиграть, все хотят показать себя. У всех одна цель выигрывать дальше и зарабатывать. Ну, мы здесь топ, по-любому. Не просто так попали, так что покажем свой уровень. He's a great striker. Obviously, we know this. We know that he's really showing himself as a striker, and he's hungry. He's young. He's got the same goal as everybody else does. He wants to come in here. He wants to win. He wants to show himself, make the money, right? So, but we're in the tops for a specific reason. We didn't just get here on a whim. We're going to make sure to show what we can do, and we'll see how we can fight against him. Yeah, speaking of that, because he's only got 9 pro fights where you've got 24, I believe. How much do you expect experience to play a factor, especially you're coming off of a main event as well? Насчет этого, если сравнить опыт, у него всего 9 профессиональных боев, у тебя 24, плюс ты был в главном событии до этого. Насколько тебе кажется, что опыт сыграет роль в этом бою? Ну, я только что сказал, клетка закроется, узнаем. Я просто покажу свое мастерство на полном в красе, постараюсь, иншалла, на этот раз. Так что на будущее не могу заглядывать, что будет конкретно. Ну, сделаю все, что я умею. As I just said, once the cage door closes, that's when we're going to be able to hopefully show everything that we can do, the mastery of the way that I fight, everything that I'm worth, everything that I trained for. So, I can't tell you what's going to be in the future, only God knows that, but hopefully we'll be able to show a great fight. Thank you. Асыл тағы да сұрақ, сенен Қазақстанда көбісінен сұрасақ, барлығы айтады, сені сондай бір интеллектуалды жауынгер деп, өзінің қай кезінде ұпай жинау керек екенін, қай кезде жақсы күресу керек екенін, немесе төбелесу керек екенін біледі дегендей, бұл текетіресінде, бұл жекпе-жекте біз бір шоу күте аламыз ба? Және көбісі айтады, сені осы бір сабмешінмен жауып тастайды дегендей. Өзіңнің ойың. Енді барлық эмоция ішімде, алдыңғы жеңілістен кейін көп жаңа сеткін тістеп жек қоюға дайынмын дейді. Сондай бір кішкене аштық бар. Жаңа дәлелдеу, көрсету деп өзің айтып өткенде алдыңғы уақытта. Сондықтан барлығын соған қалдырам, сенбі күніне күш-жігердің бар, артық сөйлемей, сол жерде көрсетуге тырысамыз.